Сәлем достар, сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздермен өте дәмді, дастарханда әдемі көрінетін салат жасаймын. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауық етін майдалап тураймыз. Оны формаға салып, тегістеп шығамыз. Үстіне майонезімізді сеуіп шығамыз. Үкіштен өтілген картопымызды сеуіп, тегістеп шығамыз. Кішкене ғана тұз себеміз. Майонезімізді құйып шығамыз. Үкіштен өтілген сәбізімізді де қойып шығамыз. Бетіне майонезді сеуіп, тегістейміз. Тағы да картопымызды қойып, тегістеп, майонезді сеуіп шықтым. Енді үкіштен өтілген қызылшаны тегістеп шығамыз. Мен қызылшаға чеснокты майдалап турап, формаға салып, тегістеп шықтым. Сосын жұмыртқамызды үкіштен өткізіп, бетіне сеуіп шығамыз. Форманы ажыратамыз. Сосын жұмыртқаның бетіне тағы да майонез сеуіп, бетіне жапырақты ұзын солонка түрінде турап, бетіне әдемелеп қойып шықтым. Міне осылай шықты. Өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Сіздерге де дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.